Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс көру каналы. Бүгінгі шығарылымымыз түсіңізге марқұм тыйым беріп жатса, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсінде қайтыс болған адамның көршіге металл ақша бергенін көру, сүріну және құтылу қиын дағдарыстағы түсудің белгісі. Саудагер түсінде өлген адам көрсе, оған түсінде металл ақша берсе, түстердің бірі өте мүмкін емес көптеген материалдық шығындарға ұшырайтынын білдіреді. Түсінде қайтыс болған адамның ер адамға ақша беріп жатқанын көру, бұл адамға жақын арада молшылықтардың келуі және оның өмір сүру жағдайының жақсарудың білдіретін жақсы аян. Егер түс көруші жүктілік соңында айларында болса және түсінде өлген адамды түсінде оған ақша беріп жатқанын көрсе, жеңіл босанатынның белгісі. Түсінде қайтыс болған адамның қағаз ақша алып жатқанын көрген әйел, оның қиын жағдайда өмір сүріп жатқанын және жағдайын жақсарту үшін ақша алғысы келетінін білдіреді. Түсінде өлген адам тірі адамға қағаз ақша беріп жатқанын көру, күйеуінің кейбір жанжалдардың пайда болатынын білдіреді. Тұрмысқа шықпаған қыздың түсінде қайтыс болған адамның оған тыйым беріп жатқанын көрсе, бұл қыздың жолында тұрған көптеген кедергілер мен дағдарыстарға әкелетін және оның мақсаттарына жетуге кедергі болатын жаман белгі. Түсінде қайтыс болған адам ақша алып жатқанын көретін жалғыз басты әйел, бұл қыздың өте өршіл адам екендігіне және барлық қалаған мақсаттарына жете алатынын көрсетеді. Егер түс иесі өлген адамның түсінде ақша беріп жатқанын көрсе, бірақ ол оны алудан бас тартса, бұл түс көрушінің жағдайы жақсаруына және оның өмір сүру деңгейі нашарлауын білдіреді.